Бүгін Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Brain Games жобасы аясында киберспорттан 2 дисциплина бойынша жеңімпаздарды марапаттау шарасы болып өтті. Турнирге 32 команда және 80-нен астам ойыншы қатысып, бүгін жеңімпаздарды анықтады. Жоба аясында бұдан бөлек ұлттық ойындарымыз тоғызқұмалақтан және интеллектуалды ойындардан шахмат ойынынан турнирлер болып өткен болатын. Және жеңімпаздар марапатталды. Алдағы уақытта да жоба өз жалғасын табу жоспарлануда. Турнир негізінде жақсы өтті. Барлық командалар ойыншыларды жақсы ойнады. Біз бір ғана ойын ұтылдық, бірақ қалғандарын ұттық. Осы организаторларға үлкен рахмет. Қазақстанда киберспортты дамытып жатқандар үшін.